автосалонға адамдарды көрдіңіздер. Метроны мүлдем көрсеткен жоқпын жаңа. Мынау мысалға Стамбулдағы атақты, бұлда мынау сіздердің барлықтарыңыз білетін Сұлтан Сүлейменнің қызы Хюремнен туылған. Кім еді? Хюрем Сұлтан Сүлейменнің қызы. Жалғыз қыздары бар ғой, сол екеуінің Хюремнен туылған. Соның атында осындай меморасынан салдырған осындай әдемі бір мешіт бар. Атын қазір ұмытып тұрмын, есіме түспей қалды. Я жолдай көрсетіп барайын. Мына жерде Анадолы лисесі бар екен, Хажы Сабанжы. Жалпы Сабанжы деген мына жерде сәндеп қойыпты. Ертең 19 мамыр Түркияда жастар және Ататүрік еске алу күні, сол үшін осылай сәндеп қойған ғой. Мына жерде де солай Анадолы лисесі, Хажы Сабанжы. Сабанжы деген Түркияның ең әулеті, ең бай әулеттерінің бірі. Осы жақта тұратын. Мына жерде тур фирмаларын несі бар ма? Кілең мынандай автобустар көп болып тұр. Біз қазір Стамбулдың Азия жағында жүрміз. Достар, баршаңызға сәлем. Қыр каналына қош келдіңіздер. Өмір өтірі өсіп айтамын ғой. Қыр баласы каналына қош келдіңіздер. Өзімнің каналым атымды Қыр каналы деп атын автоматты түрде айтып қоя беремін. Апта соңы, бүгін кезекті апта соңы Стамбулдың әртүрлі жеріне демалуға шығамыз. Бүгін де Стамбулдың қай жағына келдік? Накаштепе деген паркке келдік. İstanbul көрінісінің ең жақсы жері көпірсінің. Қаланың ішінде орман сияқты үлкен парк бар. Дәл осы жерге келсеңіздер, негізі келу оңай. Мына жерге Мармараймен немесе кемемен Азия жолына өтсеңіздер, бері қарай Стамбулдың ең әдемі көрінісі бар осы жерге шыққанда төбесінде. Кішкене япай Батапат бар. Батапат деген... Батапат сарқырама, жаным! Ана Батапат дегенді есін сақтап алыпты. Керім 2 жыл бұрын Қазақстанға барған кезде Батапат бар деп не айтып отыр десем, Батапат сарқырамын айтып тұр екен ғой. Сонымен есте сақтау қабілетсіз мықты екен, бір сөзді қалай сол кезде не болып, мен болсам мысалға шетелдік сөзді бұлай есімді сақтап қала алмас едім. Сарқырамар бар осы жерде төбесінде. Сосын үлкен Стамбулдың көрінісі бар көпір. Кәсірде кешке қарай жонар. Кешке дейін осында болсақ көрсетерміз. Ол жақта ма? Жақсы. Давай, кеттік. Ой, әдем болып тұр. Адамдар көп. Барлығында жерде. Халық көп өте. Осындай отыратын жерлері бар. Әдемі. Пикник жасайтын алаңдары бар ана жақта. Ана жақтың барлығында осындай ішінде таңғы ас жасайтын жерлері, вафл, кантиндер бар. Үшін дөнер-мөнер жерлердің бәрі. Buraya bebekten gelmişti. Иә, біз бұрын есіңде ма? Кішкентай кезінде келген едік қой. Сен былтырларда келген еді, есіңде қалып қапты. Мен сағат 4,5-5 жасында есіңде барды. Айкөш 3 жасындағы машала есін сақтайды екен. Kapılmaya bak kızım. Не бар екен ана жерде? Ана жерде құрбақа жүр ғой. Құрбақа деп қойған, тасбақа. Тасбақа бар екен. Негізі апта соңы мына жер сезон ашылмады дейін десең, сезонына қарамайды. Жай-жай ағып отыр екен бәсер. Мына жерде негізі қатты сарқырама ағып тұратын. Сарқырама ағып отыр, бірақ жай-жай ағып отыр екен. Үлкен парк мына жер. Сондай-ақ біз келді деп. Жаңа біз келгенде жоқ еді. Не қанда. Біздің құрметімізге ашып отыр еді Керім. Осы жерде әдемі пикник жасайтын жер бар. Осы жерге ең жақсы көретін жерім, мамам Қазақстаннан келсе, осы жерге алып келгім келеді. Маған ұнайды. Мына камерамды неге неғылмаппын, алтыға салған мұз аретталмай. Қуарты аз екен, білін кешке дейін шыдай ма, шыдамай ма. Мына яққа қарай өтеді, жол бар екен десем, Керім мына жерін жол жоқ. Сен бұлай жай. Мәссағана. Аяқтың бәрін су. Приключение дейсің ғой. Бұл жерден қалай өттіңдер ей? Айкөш көтеріп алсын, жол жоқ. Өтсін дейді ғой осылай, қызық болсын деп. Yine geçelim. Ой,
жарайсыңдар өткендер сарқырама төбеден жоғарыдан тұрған ой депсің қайтадан өтеміз ба ойбай мыналарға қызық керек әдейі қайтадан өтіп жатыр ғой мен тұра берейін ба жоқ сол жақтан кетесіздер ма өлә су аяқтарың су болды ғой жаным Ayak kışın şey olmasa iyi. қойдым ғой бұларға қызық керек бұларға қызық үшін өтіп жатыр екен ғой мен ойлап қоям ана жақтан айналып келдік та жоғары қарай көтеріліп бара жатыр екен десем мына жерде жол жоқ сен қызық көру үшін ой алай аяқ су болмаса болды паркты аралап жүріп саябақты қандай күшті көрініс бар осы жерде келген адамдардың барлығы мінекей қараңыздар дәл осы жерде кешкісін жанады мынау көпір осы жерде лав стори түсіретіндер бар осы жерге келсеңіздер қаланың ішінде мына көпірден әдемі фотолар шығады осы жерде фотолокация Түркияның Стамбулдағы ең жақсы деген осы жерде адам көп болып тұр мына жерлерде негізі күшті фотолар шығады жаңағы біздің сарқырамалар біздікілер мына жақта тасбақаны іздеп жүр бағана тасбақа қайда деп осы көпір әдемі көрінеді ғой камера сіздерге бар несін әдемілігін көрсете алмай тұр адамның көзіне жетпейді адам өз көзімен көргенде үлкен болып тұр да мына көпір мына жерде дәл күшті болып тұр көрініп мына жерлерден фотоға түсірейін сіздерді мына жерден фотоға түсіріп жатырмын күлеміз Айкөш маған қара керемет дәл осылай мені де түсіріңдер енді осындай парк жерлері бар адамдар отырады парк жері бар осындай әдемі әр жерлерде біраз жүрейік жаңа айтпақшы біз тамақтанып шықтық одан кейін қызымызды ойын паркі бар әкімшілікке қарайды неге Түркияның бір жақсы жері ең әдемі қалада ең әдемі жерлер панорамасы ең әдемі жері ғой мына парк мысалға мына жерде жаңағы не бар көпір бар мына жерде көрініп тұратын ең әдемі көріністері бар жерлердің бәрі негізі мемлекеттің меншігінде да сол мемлекеттің меншігінде жаңағы кантиндер барлығы сол жерде балалар ойнайтын парк бар екен сол паркке ойнатып шықты қызымызды түсірген жоқпын түсіруге рұқсат еткен жоқ бір жағынан да өзім де ыңғайсыздандым мына жақта енді кейбіреулер кейде еш нәрсе демейді кейбіреулер бірақ дейтіндер бар все-таки балаларды әлеуметтік желіге салып ыңғайсызданасың олай қылып біраз жүрейік енді мына жерге гүл отырғызыпты әдемі болып көрініп тұр ма сіздерге мына жерлерге гүлдер отырғызыпты әртүрлі мына жерде әйелдер туалеті әжетханасы негізі әйелдер әжетханасында үнемі кезек болады қызымды керім ерлер туалетін алып кетті ол жерде не жоқ деп кезек жоқ деп мына жақта кезек күтетін болсақ әйелдердікінде әлі осындай жерлер бар мыналардың барлығы Айкөш мына астың жолдардың бәрі осылай осы парк ұнайды ғой маған көрінісі сосын басқа ормандарға қараған жақын да тағы бір орман бар ол да жақын үйге мынау да жақын болғасын не болды қызым ой күн батымын көрсетейін деген едім негізі телефонның камераның несін зарядын алып шықпаппын зарядып шықпағанмын ғой басқа жолы мына жерден әдемі көрінеді
екінші несі панорама мына жер. Осы жерден де күшті көрінеді. Түнде жанып дәл осы жерден. Достар, мінекей сіздермен қоштасайын. Осы мен негізі аяқ астынан камерамды алып шыға салған едім. Түсіру ойда болған жоқ, бірақ келген соң осы жерді көрсетейін сіздерге деп біздің үнемі келіп жүретін қар. Кешкісі негізі өте әдемі жанады мына жер. Кешке дейін ненің қуаты бітпейтін сияқты камераның. Кешке дейін жүріп біз өзіміз аралаймыз, отырамыз әлі. Үлкен мына жер. Сол келіп жатсаңыздар осы жерге стануға келсеңіздер, міндетті түрде осы паркке келіңіздер. Келу жолы өте оңай, қаламыз ішінде дәл сіздердің туристік жерлерге жақын. Сіздердің барып жүрген тамаша осындай блогыма жазылып, комментарий жазып бөлісуді ұмытпаңыздар. Bazı çiçeklerde böcek var. Bazı çiçeklerde böcek var. Қара мынандай папайяларды. Мынандай не көрмеген ғой әдемі. Oo, kocaman. Kocaman. Ескерткіш. Kocaman değil mi? Değil mi? Ama boyamışlar. Емес, өзі сондай өзі Ha? түсінді. Pembe var. Иә, өзі сондай ғой. Алланың өзін жаратқан сондай несі. Қарашы. Қандай әдемі. Қандай әдемі. Hadi.